Оңайлатылған декларациясын тапсыру тәртібі. Оңайлатылған декларация салық төлеушінің тұрған жеріндегі салық органына салықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 15-ші күннен кешіктірілмей тапсырылады. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер үшін салықтық кезең жарты жылдық болып табылады. Оңайлатылған декларацияда көрсетілген салықтарды бюджетке төлеу салықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 25-ші күннен кешіктірілмей жүргізіледі. Салықтық есептілік тиісті салық органдарына таңдауы бойынша әкелу тәртібімен қағаз жеткізгіште, оның ішінде азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы, хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы, қағаз жеткізгіште және ақпаратты компьютерлік өңдеуге жол беретін электрондық нысанда ұсынылады. Салықтық есептілік келу тәртібімен қағаз жеткізгіште ұсынылған жағдайда 2 дана етіп ұсынылады. Бір данасы салық органының белгісі қойылып салық төлеушіге, салық агентіне қайтарылады. Электрондық нысанда ұсынған кезде, жүйеде қабылданған кезден бастап бір жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде салық төлеушіге, салық агентіне электрондық хабарлама жіберіледі.